Индонезияда оқыдым бір жыл. Индонезияда. Сосын жарты жыл Испания, жарты жыл Португалия, жарты жыл Турция. Сосын жарты жыл Будапештте тұрдым, ол жақта диссертация жаздым тек қана. Олар бір уақытта басталып кеткен сияқты. Қатар алып жүрдім параллельно. Әрі қарай оны өрбіту, тағы оны алып кету өте қиынға соғып жатыр. Ештеңе де көмектесе алмайды. Ол адам түсіну керек. 100% ол адам жарты жылда қалдырып кетеді. Кульминациясы болып болғаннан кейін әрі қарай оны алып шығу сәл қиын процесс болады. Осы жерде тағы бір сұрақ тұрады. Қалай біреу контроль жасап отырмаса? Жалпы қанша елде болдыңыз осы кезге дейін? 44 елде болдыңыз. Біріншіден біздің жастар жұмыс істеуге асығады. Студенттерден сұраймын ғой, барлықтарында жұмыс бар, 1-2 жұмыс бар. Қазіргі таңда Назарбаев университеті еліміздегі ең көп қаржыландыратын университеттердің бірі деп айту артық емес деп ойлаймын. Негізгі түсініктерін жеткізді деп ойлаймын. Содан кейін мен мысалы докторантураға түскім келді де, мен сол жаққа докторантураға түстім. Назарбаевскийге емес, басқа университетке. Жұмыс істесем, мен бір Индонезияда немесе бір тропикалық аралда отырушы едім мысалы. Малайзия мемлекетінде тағы қандай мемлекеттерде болдым дедіңіз? Жансая жиналсам. Бүгін бізде қонақта Айгерім Шайх-Ислямова, Назарбаев университетінің магистрі, Erasmus грант жеңімпазы және Малайзияда тағы да түрлі елдерде тәжірибе алмасып, әлемдік тәжірибелерді жинап жүрген маман. Қош келдіңіз, Айгерім. Рахмет. Сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Жалпы сізге қоятын бірінші сұрағым, тіл үйрену деген шешімге қалай келдіңіз, қашан келдіңіз? Ондай бір әр нәрсенің бір негізі болады, причинасы болады. Сол причина сізде қандай болды? Менде ондай шешім болды деп ойламаймын. Петропавлда оқыдым. Ол жақтағы мектеп өте мықты мектеп болды. Сол себептен біз ағылшын тілін бірінші сыныптан бастап оқыдық. Кейін араб тілін оқыдық, мектепте түрік тілін оқыдық. Түрік тілі маған өте қатты ұнады. Содан кейін мен Астанаға көшіп келгесін оны өзім интернеттен оқи бастадым. Сонымен қатар ағылшын жүре берді. Университетке түскенде француз тілі қосылды. Одан кейін мен Индонезияда бір жыл өмір сүрдім, сол себептен ол жақтың тілін үйрендім. Сөйтіп көбейе берді. Ең бірінші үйренген шет тіліңіз ол түрік тілі болды, онда? Ағылшын. Ағылшын тілі, ағылшын тілінен кейін түрік тілі, Олар бір уақытта басталып кеткен сияқты, өйткені мен ағылшын тілін жетік меңгердім деп. Меңгергеннен кейін барып түрік тілін оқыған жоқпын. Қатар алып жүрдім, параллельно. Түсінікті, рахмет. Осындай бір қиындықтар болды ма? Қазіргі таңда өзімнің басымнан алсам, тіл үйрену деген бір бастапқысы, оны бір деңгейге көтеріп алғаннан кейін әрі қарай оны өрбіту, тағы оны алып кету өте қиынға соғып жатады. Қазіргі таңда студенттердің де көп мәселесі деп ойлаймын осы мәселе. Қалай орта жолдан тастап кетпей, жоғары деңгейге дейін алып шығуға болады деп ойлайсыз өзіңіз? Екі аспект бар бұл жерде. Біріншісі ол мотивация. Ішкі мотивация, сыртқы мотивация деп айтады. Сыртқы мотивация ол тек қана университетте бітіру, мысалы баға алу. Сол себепті мектепті бітіргеннен кейін көп адамдар тіл үйренбей қояды, өйткені жек көріп кетеді тіпті. Ол сыртқы мотивация. Егер адамда ішкі мотивация болмаса, менің ойымша, оқытушы да көмектесе алмайды, ештеңе де көмектесе алмайды. Ол адам түсіну керек, тіл не үшін керек. Мысалы, мен практикамда келеді, мен айтам, ағылшын тілі сізге не үшін керек? Жай өзім үшін дейді. Сосын ол адам міндетті 100% ол адам жарты жылда қалдырып кетеді. Ал енді адамдар бар, мен Америкаға кетем, маған 9 айда сол жаққа бару керек, үйренем, күшті результат көрсетеді. Айта беріңіз. Сол ішкі мотивация бірінші жеткіліксіз болғаннан деп ойлаймын. Өйткені адамға керек болса, адам үйренеді. Екіншіден, ол мен оның аттауын білмеймін, неде психологияда мынандай графиктің суретін салады. Тіл үйренуде дәл сондай график бар. Ол деген ең төмен деңгейден 0-ден мысалға B1, B2 уровень деңгейіне көтерілу оңай. Ол былай резко жоғары көтеріледі. Содан кейін B2-ден C1, C2 уровень деңгейіне көтерілу ең қиын. Ол графикта былай резко жоғары кетпейді. Қалай айтсам болады? Кульминациясы болып болғаннан кейін әрі қарай оны алып шығу сәл қиын процесс болады, жай процесс дегеніз. Өйткені ол жердегі прогресс аса қатты көрінбейді. Өйткені егер де сен 0-мен келіп, 2 айдан кейін бір нәрсе сөйлеп жатсаң, саған вау, күшті прогресс болып көрінеді. Ал егер де сен B2 уровеньмен келдің, C1-ге дейін көтерілу, біріншіден қиын, екіншіден ол қатты сезілмейді, көрінбейді. Ол тек қана сіздің грамматикаңызда байқалады, кішкене сөздер көп білесіз деген сияқты. Сол деңгейге байланысты. Жақсы, рахмет. Сонда
сізде ешқандай репетиторлік қосымша сабақтар болған жоқ, өз бетіңізше ғана оқыдыңыз, иә? Осы жерде тағы бір сұрақ тұрады, қалай біреу контроль жасап отырмаса, біреу қадағалап тапсырма беріп тексеріп отырмаса, сіз айтып отырсыз ғой, жаңа бір мақсат болу керек деген, мысалға 9 айда Америкаға кетем деген секілді. Адам өзім үшін деп бастаған кезде оны тастап кету оңай болады деп отырсыз. Сізде сондай мақсат қандай болды? Сізде болды ма нақты бір мақсат? Бұл жерде мен репетитор болмады деп айтым, бірақ мысалы француз тілін мен университетте оқыдым, формалды білім алу болды. Немесе түрік тілін мектепте біз бастадық деген сияқты. Ал өзім сол түрік тіліне үйреніп кеттім, өйткені маған тіл ұнайды, мәдениет ұнайды, адамдар ұнайды, ол жаққа қатты барғым келген болатын. Содан кейін мен үйрене бастадым. Кейіннен ол жаққа 3-4 рет барып келдім. Ол жақта оқыдым да. Ол сондай мен ішкі мотивациям кейін сыртқы мотивация болып кетті. Жалпы енді адам қай елдің тілін үйренсе, сол елдің мәдениетін де білуге асығады, және сол елді көруге де асығады, сол елде нағыз сол елдің тілінде сөйлейтін азаматтармен сөйлескісі келеді. Жалпы қанша елде болдыңыз осы кезге дейін? 44 елде болдыңыз. Енді белгілі ғой, ол елге барғаннан кейін сіздің сол елде белгілі бір шағын ортаңыз болады. Достар табасыз, таныстар болады. Сол кезде сізде андай айырмашылығын сездіңіз бе? Біздің еліміздегі жастар мен сол елдегі жастардың айырмашылығы ойлау қабілетінде, өмір сүру дағдыларында, түсініктерінде? Ол көп айырмашылық бар. Көп similarity. Ұқсастықтар да бар, айырмашылықтар да бар. Айырмашылықтарын ата кетсем, біріншіден біздің жастар жұмыс істеуге асығады. Студенттерден сұраймын, барлықтарында жұмыс бар, 1-2 жұмыс бар. Өзім ақша тапсам деп ойлайды, ата-анама көмектесем деп ойлайды. Фокусты бірден сол жаққа қойып. 17-18 жастан бастап, тіпті мен бір неде жұмыс істегенде 15 жасар балалар болатын, мектеп оқушылары. Европаның, батыс Европаның адамдары асықпайды. Олар ойлайды, менің бүкіл өмірім бар жұмыс істеуге, мен студенттік өмірімде кішкене білім алып қызықты өткізсем дейді. Және де ол жақтың жастар көп саяхат жасайды. Ол деген меніңше Европаның несі, қалай айтсам болады. Европада тұрғасын, Франциядан Германияға бару өте оңай, велосипедпен де бара алады кейбір адамдар. Ал бізге енді ол Қазақстаннан шығу қиын. Қазақстанның ішінде саяхат жасау қиын, өйткені территория үлкен. Сондай бар айырмашылық. Кейін ер балалар мен қыз балалардың арасындағы теңсіздік бізде көбірек, оны бәріміз білеміз, гендерлік гап деп айтады ғой. Ол жақта ол азырақ сезіледі. Мысалы, қыз бен жігіт кездесуге барғанда, ол ер бала оған төлейді деген оларда жоқ, олар 50-50 ғып бөледі, немесе 60-40 ғып бөледі. Сондай бар айырмашылық. Жақсы, рахмет. Жалпы қандай елдерде оқыдым дедіңіз? Нақтылай кетсеңіз. Индонезияда оқыдым бір жыл. Сосын жарты жыл Испания, жарты жыл Португалия, жарты жыл Турция. Сосын жарты жыл Будапештте тұрдым, ол жақта диссертация жаздым тек қана. Сізге шетелге түссем екен, оқысам екен, жол көрсетіңізші деп келетін студенттер бар ма? Және қай жағынан қалай көмектесесіз? Қазіргі таңда мүмкіндіктер жайлы жалпы шетелде оқуға деген айтып кетсеңіз. Мен қазір өзім TikTok бастадым. Ол жақта видео жасаймын, қалай түсу, қалай информация табу керек екендігі туралы. Екіншіден мен жекеше консультация жүргіземін, жеке консультация. Студенттерге, ол кезде менің көмегім мотивациялық хат жазу, мотивация. Соны жазамын, кейде рекомендация сұрайды осы Казгюдің студенттері. Енді негізгі біліміңізді, мектептен кейінгі білім Назарбаев университетінде болды, сізде? Бірінші ЕНУ-да. ЕНУ-дан кейін Назарбаевта. Енді қазіргі таңда Назарбаев университеті еліміздегі ең көп қаржыландыратын университеттердің бірі деп айту артық емес деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз, ол қаржы ақталып жатыр ма? Ол жердегі білім деңгейі, енді ішкі кухнясын білесіз, ол жерде өзіңіз білім алдыңыз, салыстырмалы түрде. Ақталды деп ойлаймын. Өйткені ол жақта біздің профессорлар, керемет профессорлар болды. Олар маған ғылымның негіздерінің негізгі түсініктерін жеткізді деп ойлаймын. Содан кейін мен мысалы докторантураға түскім келді де, мен сол жаққа докторантураға түстім. Назарбаевскийге емес, басқа университетке. Сондай ғылымға деген құштарлықты дамытады. Тақты ол жақта ресурстар бар, ең аз дегенде мысалға өте
ыңғайлы орындықтар, иә, парталар мысалға, сондай нәрселер Жағдайлар детальдар. жасалған дейсіз, Иә, тек қана оқу ғана қалады саған. Және де профессорлардың студенттерге деген ықыласы, мысалы айтады олар open door policy деп айтады. Менің есігім сен үшін әрдайым ашық. Ол жайдан жай айтылған емес, сен кез келген кезде профессорға барасың, есігі ашық тұрады, сізбен сөйлессем бола ма, және де не туралы сөйлескің келеді, сөйлесе бересің. Арнайы уақыттар болады, иә? Олай офис hours бар, бірақ та жайды бара аласың кез келген кезде. Сосын декан мысалға университеттің сені көреді коридорда, сені сұрайды, о, Жансая ханым қалай, не болып жатыр, диссертацияң қалай деген сияқты. Жалпы, Мисайгерім, сіз шетелде қанша болдыңыз, қанша білім алдыңыз, қанша 44 елге саяхаттадым деп жатсыз да, сізде Қазақстанда емес, сол жақта тәжірибеңізді жалғастыруға мүмкіндік өте зор болды ғой деп ойлаймын. Түрлі жұмыстарға, басқа салаларда, может, сол жақтың университеттерінде білім беруге. Неге осы Қазақстанды таңдау себебіңіз бар ма? Бір нақты бір. Әлде болашақта жоспарыңыз бар ма тағы шетелде жұмыс жасауға? Шынымды айтсам, мен екінші магистратурадан кейін үйге қайтып келдім Астанаға. Және де өзім документтерімді күттім. Мен докторантураға Австралияға кетуім керек болатын бірден. Бірақ та документтерім дайын болмағандықтан мен осы жерде неміс тілінен сабақ беруге кіріп кеттім. Семестр басталып кетті. Мен документтерімді күттім. И сонымен бірге мен психологпен жұмыс жасадым. Өйткені үйге келгесін Астанада қалғым келді қатты. Өйткені бұл жақта жағдай бар, жұмыс бар, студенттер ұнайды деген сияқты. Шетелде жағдай жоқ па сонда? Бар, бірақ студенттік өмір, мысалы мен қазір жасым 28-де, мен ол жақта студент болып жүрдім. Студент болғасын стипендияға жұмыс жасайсың, жұмыс табу оңай деп көрінеді, бірақ негізінен виза алу ол өте қиын. Әсіресе біз, мысалға, мен қазақ болып, Францияның француздарына ағылшын тілінен сабақ беруге, мысалы, мен азырақ мүмкіндіктерім. Бірақ ол ғана емес, үйде ұнайды, маған Қазақстанға деген сезімім басқа болып кетті. Оған жердің қадірі басқаша дейсіз ба, иә, бәрібір. Сонда сіздің ойыңызша бұлай тәжірибе алмасуға, көруге, оқып келуге болады, бірақ бәрібір өзің жеріңде ыңғайлырақ дейсіз бе, әлде ол ойыңыз өзгеруі мүмкін бе болашақта? Мен үшін қазір бірақ ол салаға байланысты. Мысалы, мен білім беріп жүргесін, менің ойымша мен қазақ студенттеріне берерім көбірек деп ойлаймын, өйткені олар маған қарайды. Мысалға, мен студенттерім де бар Петропавлдан, мен де Петропавлдан ойлайды, о, күшті, мен де осылай оқи аламын деген сияқты. Ал мысалға, егер мен IT жақта жұмыс істесем, мен бір Индонезияда немесе бір тропикалық аралда отырушы едім, мысалы. Түсінікті. Тағы бір сұрақ қойсам, өзім таныстарымда бар, 10-11 сыныптарда Америкаға апаратын бағдарламамен 1-2 жыл сол жақта болып оқып келген, және сондай қиын жағдайлар болған, депрессияда болған, әрі жас айырмашылығы шығар, мүмкін ол кезде олар 16-15 жас кездерінде болды ғой. Және кей сәттерде болған, сол америкалық отбасылармен ұрысып қалып, олар үйден шығарып жіберген деген секілді ғой. Түрлі сондай қиын кездер болған. Сізде сондай бар ма? Ұмыта алмайтын, әлде бір елді ойлаған кезде сол қиындығыңызбен ассоциация болатын? Айтып берсеңіз. Қалай жеңдіңіз сондай кезде? Ағылшын тілін білсең, кез келген елде сен еркін жүресің, Бірақ та Вьетнамда болдым, қанша жыл бұрын, 5 жыл бұрын бардым. Ол жақта ең негативті тәжірибе алдым десем болады. Өйткені біріншіден ағылшын тілінде сөйлемейді адамдар. Вьетнамда. Демек, менде ешкіммен сөйлесу мүмкіндігі болмады. Ол адамды бірден жалғыз сезіндіреді. Екіншіден, моральды тұрғыда. Ол мен көп болған жоқпын, екі апта ғана болдым, бірақ соның ішінде олар шетелдіктерді жақсы көрмейтінін көрдім. Мен Қытай адамына ұқсаймын, бірақ олар қытайлықтар жақсы көрмейді, содан ба деп ойладым. Және Иорданияда негативті тәжірибе болды, өйткені ол жақта әйел адамдарына деген қарым-қатынас өте басқа. Қазақстанда біз еркін жүреміз, шашымды ашып, мысалы басымды кез келген киіммен жүремін. Ол жақта жабық курткамен жүрген күннің өзінде барлық ер адамдар маған сондай жаман назарлары болды. Сол жағынан болды негатив. Және жалғыздық ол әр студенттің басынан өтеді деп ойлаймын. Мысалы, мен Инстаграмда бәрі көреді, мысалы Испанияда оқимын, қалай керемет деп ойлайтын. Ол керемет, рас, бірақ кей кездері сен отырасың үйдегі мысалға шай ішіңді сағынып, немесе үйде мысалға жылы әңгімелерді жақын адамдарыңмен сағынып, және сен үйде білесің ғой, сен кез келген тәтеңнің үйіне бара саласың, ағаның үйіне бара саласың, сен қарсы алады деген сияқты. Ал шетелде жүргенде
шындығында сен ешкімге керек жоқсың, рас қой, олардың мемлекетіне керек жоқсың сен. Өзің үшін келдің, өзіңе тәжірибе керек. Иә, сол үшін оны біліп бару керек. Егер де сен осындай жалғыздық периодтарын басынан кешіре алам деп барсаң, онда өткізе аласың. Бірақ та онда романтикалық тұрғыдан қараудың қажеті жоқ, ол қиын. Енді тағы бір сұрақ қойсам, енді білмеймін қаншалықты осы подкастымызға келеді бұл сұрақ, бірақ қазіргі таңда әйелдердің құқығы туралы түрлі жаңағы әңгімелер, түрлі жағдайлар орын алып жатыр ғой. Осыған байланысты өзіңіздің шағын ойыңызды білсем, еліміздегі сот жүйесіне байланысты түрлі жағдайлар болып жатыр. Әлеуметтік желіңізден байқадым. Сіз де хабардарсыз барлық жағдайлардан бейхабар емес екеніңізді стористеріңізден байқаған болатынмын. Сол жайлы өзіңіздің жеке пікіріңізді білгім келді. Жеке пікірім, мен біріншіден заң қабылданғанына өте қуанышты болдым. Барлық әйел Қазақстанға қуанған шығармыз. Рас. Мен өзімді феминист деп атай аламын, бірақ та радикалды емес әрине. Феминизмді бәрі өзінше түсінеді, иә? Мысалға қатты патриархалды адамдар ой, ол ер адам жек көретін деп ойлайды, бірақ негізі ол емес, иә? Ол тек қана тең құқықтар. Әйел адам мысалға ер адаммен бірге қатар ешқандай мен клабтан бөлек қалмау, мысалы көшбасшы болу, мысалы әйел президент болса деп мен армандаймын. Және де қазір студенттерге қараймын, өзімнің әйел адам, студенттерге қарағанда, менің ойымша қазір адамдар, жастар осы теңдікке қарай ұмтылып жатқан сияқты. Айқын көрінеді. Иә, және де өз пікірлерін сондай ашық білдіретініне қуаныштымын мен өте. Тағы не қойсам болады? Бұл сондай obvious деп айтады ғой. Оны айтуда қажеті жоқ деп сияқты ойлайсың, әйел адам құқығын нету керек деп, сақтау керек деп, енді ұруға болмайды деген сияқты нәрселер, ол ақылды адамның ойына кіріп те шықпайды, болмайтын. Ал бірақ та біздің қоғамда оны айту керек сияқты, ер балаға айту керек. Жеткізу керек сияқты. Жеткізу керек, және де бізде фокус кішкене әлі бар, ер балаларда, мысалы отбасында қыз бала бар, ер бала, олардың міндеттері сондай әртүрлі, кез келген қыздан сұрашы, мысалы қонақтар келгенде кім бәрін жасайды, ол мамасы, сестрасы, апайы. Ал ер адамдарда міндеттер басқа, олардың, бірақ та бұл подкасттың тыс шығар, ер адамдардың өздерінің психологиялық. Мүмкін. Тағы өзіміздің тақырыбымызға қайтып келсек, енді елімізде болып жатқан сондай бір күрделі тақырып болғасын айтпай кетуім де жөнсіз шығар деп ойладым. Енді еліміздің жастарына, жалпы жастарға бос уақытын тиімді пайдалану үшін барынша ертең орта жасқа келгенде өкініп қалмау үшін ба, әлде қатарлары өзінен көбірек жетістіктерге жеткен кезде неге осылай жасамадым, неге оқымадым деп қалмау үшін қандай кеңестер бере аласыз өзіңіз жалпы? Немесе қиын болса былай жасасақ, өзіңіздің бір 15-18 кезіңізге қалай кеңес берер едіңіз? Немесе былай айта берсеңіз де болады, жалпы жастарға кеңес болып, қалай ыңғайлы сізге? Батыл болу керек, қорықпау керек. Мысалы, саяхат жасау, мен жалғыз саяхат жасау жақсы көремін, бірақ мен көп қорықтым басында. Кейін түсінгенім, кез келген елге барсаң, адамдар бірдей, барлық жерде жақсы адамдар, барлық жерде жаман адамдар деген сияқты. Ұлтқа байланысты емес, адамға байланысты. Адамға байланысты, сол батылырақ бол деп айтатын едім өзіме. Мысалы, мен мектеп бітіргенде шетелге оқуға баруға қорықтым, шын айтайын. Сол себептен ЕНУ-ға түстім. Ол біріншіден, екіншіден тіл үйрену. Барлығын айтарым, әсіресе ағылшын, бірақ ағылшынды ертең барлығы білетін болады. Ол мен сенімдімін басқа тіл үйрену. Және де мақсат қою емес, бірақ та өзіңнің орысша ценность деп айтады ғой. Құндылықтарыңды білу. Егер де сенің құндылығың мысалға отбасы болатын болса, неге соған көңіл бөлмеске? Мүмкін бізде айтады ғой, ой, жастар ерте үйленеді, ерте бала тапады, бірақ оның құндылығы отбасы болса, неге ол жаман болу керек? Құндылық адамның білім алу болса, онда әрине соған барлығы бірдей өмір сүріп, бірдей жағдайларды жасауы, бірдей өмір сүру міндетті емес дейсіз ғой, әркім құндылығы әртүрлі болуы мүмкін. Және мүмкін емес ол бірдей болған. Менің ойымша, егер сен құндылығына сәйкес өмір сүрсең, онда сен бақытты адамсың. Жалпы бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталған сияқты.
келіскеніңізге көп көп рахмет. Сізге рахмет.